Бастамас бұрын каналға жазылып, 1000 жазылушыға жетуге көмектесуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ бұл видеоға 2000 лайк жинайық. Қиын көрінуі мүмкін, бірақ сіздерге сенем. Драманың басында біз басты кейіпкер қызды көреміз. Оның аты Сео. Ол бағдарламалық қамтамасыз ету инженері. Ол өте дарынды әрі ақылды қыз. Сонымен қатар ол өте әдемі көрінеді. Қазіргі уақытта ол бірінші дәрежелі электроника компаниясында өте жақсы қызметте жұмыс істейді. Ол жұмысын өте жауапкершілікпен атқарады, әрі оның мансабы оған өте маңызды екені байқалады. Сонымен қатар осы драмадан айта кетейік, басты кейіпкеріміздің аты Чонгук. Кешіріңіз, бұл Чонгук емес, дәл осы Чонгук, және ол бұл драмасында өрт сөндіруші болып жұмыс істейді. Оның келбеті сымбатты ғана емес, жүрегі де өте мейірімді. Енді осы екеуі қалай кезеді, олардың махаббат хикаясы қалай өрбиді, мұны кейінірек білетін боламыз. Бір күні соға сәлемдеме келеді, және ол қорабын ашып отырған кезде қасында отырған бір топ жігіт өзара өсек айтып отырды. Олардың бірі үйленгелі жатқан еді, бірақ оның бұл некеге көңілі толмайтын сияқты. Ол болашақ жарына адал емес еді, әрі досымен сөйлесіп отырып, осы түнді жас қызбен өткізгісі келетінін айтты. Оның бәрін естіген сол өзін өте жаман сезінді, өйткені неке өмірдегі ең үлкен шешімдердің бірі, ал біз өте жақын әрі адал деп ойлайтын адамдар да кейде интернеттен сатып алынған заттар сияқты болып шығады. Сыртынан бір нәрсе көрсетіледі, ал қораптың ішінде түкке тұрғысыз болып шығады. Бұл да дәл сондай жағдай. Ол бұл жігіт туралы барлық ақпаратты аноним болып, өзі белсенді мүше болған форумға жариялады. Ол бәлкім әргі қыз немесе оның достары бұл ақпаратты көріп, қызды тұрмысқа шығудан тоқтатар деп ойлады. Енді содан кейін ол кеңсеге келеді, ал мұнда бізге қазіргі кезде олар тұрмыстық техникалар мен жаңа тәжірибелер жасап жатқанын көрсетеді. Оларға жаңа деңгейдегі бағдарламалар орнатылып жатыр. Енді бұл тұрмыстық техникалар кәдімгі роботтан кем емес. Сео қазір тоңазытқышқа арналған бағдарламамен жұмыс істеп жатыр еді. Ол сіздің денсаулығыңызға қарай не жеу керектігін ұсына алады, және барлық ұсыныстарды өзінде бар өнімдерге сүйене отырып береді. Бірақ ол бұл жұмысты енді ғана бастағандықтан жиі қателесетін. Сол үшін бүкіл командасы мен аға әріптестері оны ұрсатын. Ол бәрібір берілмейтін. Онымен бірге бізге оның екі жақын құрбысы да көрсетіледі. Олардың біреуінің өзінің компаниясының астында кафесі бар еді, оның аты Хион. Сонымен қатар оның екінші жақын құрбысы Мун, ол дезинфекция компаниясында жұмыс істейді, ал оның ең үлкен әлсіздігі сымбатты жігітке. Қай жерде оларды көрсе де, ол жиі соларға алданып қалады. Осының кесірінен ол бірнеше 100.000 теңге жинағында жоғалтқан. Сеоның өмірінде өте маңызды адам бар. Ол оның күйеу жігіті 7 жылдық сүйіктісі аты Банг. Банг тіс дәрігері, екеуі де жақында үйленбекші. Олар үйлену фотосессиясында жасап қойды. Енді жақында олардың үйлену тойы өтеді. Одан кейін олар балайына да бармақшы. Бірақ Сео осы күндері тоңазытқыш жобасына байланысты ешкімге көп уақыт бөле алмады. Бүгінде ол жұмысында кешке дейін қалып жатқанда, тоңазытқышы оған дұрыс жауап бермей. Оған қатты ашуланып, тоңазытқышты бірнеше рет теуіп жібереді. Содан кейін ол келіп отырып, қарап отырса, тоңазытқыш дұрыс істемей тұрғанын көреді. Арт жағынан түтін шығып жатыр еді. Скаутифталудан өрт шығып, ол дереу құтқару қызметіне қоңырау шалады. Ол қоңырауды алған соң, оны құтқаруға біреуді жібереді, ал ол біздің қаһарманымыз Чонгук еді. Бірақ оларды күтпей-ақ сол өрт сөндіргішті өзі ашып көруге тырысады, бірақ бүкіл спрей өзіне шашылып кетеді. Осы жағдайда ол мен Чонгук алғаш рет кездеседі. Ол келіп тоңазытқышын тексеріп, бұл құралды дұрыс қолдануды үйрете бастайды. Жаттығып жатқанда ол дәл солай Чонгуктың бетіне де шашып жібереді. Дегенмен ол мүлде ренжімейді, өте мейірімді болып, оған бәрі жақсы екенін айтады. Осы сылтаумен сен оны қалай қолдану керектігін әрдайым есіңде сақтайсың. Сосын ол оған тазалауды сұрайды, бірақ ол еденді тазалауды сұрап жатыр деп ойлайды. Ол бірген робот шаңсырушын шақырып, еденді тазалатады, бірақ ол мен сенің шашың мен бетің туралы айтып едім дейді. Мұны көргенде сол қатты ұялып қалады, өйткені ол оның алдында осындай күйде тұрып, өзін бағдарламашымын деп таныстырған еді. Бірақ енді осындай үлкен оқиға болған соң, ол бәрін жөндеуге мәжбүр болды. Енді банк та оны сол жерден алып кетуге еді, бірақ ол арбаға бірдеңелерін жинап жүргенін көріп қалады, ал ол оған қосымша жұмыс істеу керек.
Мен қателік жібердім, енді 3 сағат қосымша жұмыс істеген соң, оны жөндеуім керек дейді. Осы арада оның робот тоңазытқышында да кейбір өзгерістер болады. Біраз уақыттан кейін ол түрлі қылықтар көрсете бастайды. Енді ол оны жөндеп шығады. Сонымен қатар оның бағдарламалық жасақтамасы да жаңартылады. Содан кейін оны тексеру үшін ол оған командасындағы бір адам туралы сұрақ қояды. Бүгін кешке жерлеуге кеткен. Ертең таңғы асқа не жеу керек деп сұрайды. Ол келесі тамаққа өте жақсы ұсыныс береді, бірақ сонымен бірге оның жеке ақпаратын да ашып қояды. Шын мәнінде олар жерлеуге барудың орнына компания есебінен кешке барған еді. Қай дебеттік картаны қолданғандары, қай қонақ үй мен қай барға барғандары, осының бәрі оған белгілі болды. Келесі күні таңертең сол екі дос келгенде, олар біз компания атынан жерлеуге қатысуға бардық деп айтып жатты. Бірақ ол оларға кеше қай барға барғандарыңды және сол жерде қанша ішкендеріңді білесіңдер ме деп айтады. Оны естігенде екі аға бір-бірінен ол бізді аңдып жүрген адамдарды жіберді ме екен, әлде осының бәрін сыйға деп сұрады. Бірақ сыйға бұның ешқайсысы маңызды болмады. Ол үшін маңызды болған жалғыз нәрсе осы тоңазытқышқа не болғаны еді. CEO мен оны ештеңеге қоспасам да, бұл қалайша жеке деректерді бөлісіп жатыр деп ойлады. Сосын оның құрбысы Мун келеді, сөйтіп оның жаңа жігіті бар екені, және ол жігіт оны өз компаниясына ақша салуға үгіттеп жүргені белгілі болады. Құрбылары оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол көнбейді. Тіпті ол CEO-ға қоңырау шалып қарыз сұрайды. Осы жерде CEO онымен сөйлесіп жатқанда, әлгі жігіттің аты оның аузынан шығып кетеді. Содан кейін оның робот тоңазытқышы сол жігіт туралы барлық ақпаратты айтып келеді. Оның жақында банкрот болатынын, ал шын мәнінде өзін байытып көрсетеді. Енді CEO да оны сынап көруге шешім қабылдайды. Ол Мунды өзімен бірге кафеға барады. Сол жерде әлгі жігіттің жақында келетінін, әрі басқа қызбен кездесуге келетінін біледі. Осы сәтті ол Мунға көрсетіп, оның сені алдап жүргенін айтады. Енді оны тыңдағаннан кейін Мун келіп, жігіттің үстіне сусын құйып, сен мені алдап жүрсің дейді. Енді олар сол жерден шыққанда, CEO достарымен қыдырып жүрген банктен бетпе-бет келсе. Ол оны кездесуге шақырған еді, бірақ CEO оған, менде жұмыс бар, сондықтан бос емеспін деп жауап берген. Енді ол оның алдында қатты ұялып қалады. Бірақ жақында оның мен банктың қарым-қатынасында бір қиындық болатындай көрінеді. Сонымен енді ол кешке кеңсесіне қайта оралып, өзі қазірдің өзінде күйеу жігітін ренжітіп қойғанын ойлап, ертең оған не дайындауға болатынын тоңазытқыштан сұрап көруге шешім қабылдайды. Бірақ дәл сол жағдай қайталанады. Ол тоңазытқыштан сұрағанда, тоңазытқыш оған банк мырза туралы көптеген мәліметтерді де шығарып береді. Осы арқылы ол өзінің күйеу жігіті оған шынайы емес екенін біледі. Өйткені ол оның жеке фотоларын достар тобына бөлісіп, оның денесі туралы көп әңгімелескен. Ол оның 7 жылдық жігіті болып шығады. Ол жігіті туралы тіпті ойламаған еді. Енді ол үйіне барып, уайымнан тым көп ішіп қояды. Ол онымен бірге өткізген барлық уақытын есіне ала бастайды. Шын мәнінде ол өзінің бір люкс бөлмесінде тұратын, ал банк оның үйіндегі қауіпсіздік үшін қатты алаңдайтын. Сол себепті ол жерге камера орнатқан еді. Өйткені ол жерде көп күшті ер адамдар жүретін, ал қызды азғыруға тырысқан бір екі оқиғада болған. Осының бәрін сылтау етіп, ол оның қауіпсіздігін қамтамасыз етемін деп фотоларын осылай пайдаланатын. Ол тіпті достарымен бөліскен фотоларының да сол камерадан түсірілгенін ойламаған еді. Енді ол оны үйіне шақырып келуін өтінеді. Ол келген соң қыз, бүгін менің көңіл-күйім өте жақсы. Тезірек сергіп сыртқа шықпай. Содан кейін ол душ қабылдау үшін жуынатын бөлмеге жүгіріп кетеді. Енді ол былай істейді. Жуынатын бөлмеге кіріп, оны сол күйінде суретке түсіріп алады. Оған, сен менің фотоларымды өз тобына көрсеткенсің. Егер ол интернетте таралып кетсе, мен сенің осы видеоңды жариялаймын деп айта бастайды. Сосын оның телефонын бет әлпеті арқылы ашып оған, қарашы, мен сенің шынайы бет-бейнеңді білдім. Топта мен туралы не айтатынымды көрдім деп көрсетеді. Одан кейін ол оған, біздің қарым-қатынасымыз аяқталды дейді. Осылайша ол жігітіне жақсы сабақ берді. Ол өте мықты әйел сияқты көрінгенімен кеңсеге келген соң ұзақ уақытшылап өзі жасаған роботқа маған мұның бәрін неге айту керек болды. Оның шынайы бет-бейнесін білмегенім жақсы еді. Қазір менің жаным қатты ауырып тұр деп айта бастайды. Ол тамақ ішу үшін мейрамханаға барады, ал сол жерде қоқыс аспазы да өз тамағын ішіп отырған еді.
Бірақ есеп айырысқанда, сол жердегі қарт әйелде карта қабылдайтын жүйе болмағандықтан, ол одан қолма-қол төлеуді сұрайды. Бірақ оның қолында ондай ақша болмаған соң, ол қоқыс аспазын танып қояды. Сіз сол өрт сөндірушісіз ғой? Иә. Маған көмектесе аласыз ба? Егер менің атымнан төлесеңіз, мен сізге ақшаны аударамын дейді. Шыннан де ол заманауи адам, бірақ ойлары сәл ескілеу. Ол смартфон қолданады, бірақ оны үнемі қасында ұстамайды. Оның әлеуметтік желілерде ешқандай аккаунты жоқ, ал музыка тыңдағысы келгенде анасының ескі радиосын қосады. Шыннан де оның өткенде бір қайғылы оқиға болған. Сол себепті ол технология мен әлеуметтік желіден алшақтап кеткен, ал бұл туралы кейінірек білетін боламыз. Енді түнде Сио үйіне келеді, бірақ ол қорқып келді. Өйткені осы уақытқа дейін оның күйеу жігіті оны аңдып шөптің арасында отырма деп ойлады. Бірақ ол үйде болмады. Содан кейін ол барлық жерді тексеріп, жасырын камераға маекендеп қояды. Және ол бірнеше күн бұрын үйленгелі жатқан адамның енді өзінен қорғанып жүргеніне сене алмады. Келесі күні ол құрбыларына келіп, бүгін кешке айырылысқанымызға байланысты ішеміз дейді. Олар бұл мұның айырылысқаны деп ойлайды, бірақ ол жоқ, мен айырылыстым дейді. Ол оларға Канның оның суреттерін басқаларға таратқанын айтып береді. Оны естігенде құрбылары оны балағаттай бастайды. Одан кейін біз Сионың анасы мен әкесі бір-бірінен ажырасып кеткенін білеміз. Осы жерде ол анасын шақырады. Анасы оны әкесімен бірге үйлену фотосессиясына бір кадрға түсіргісі келеді деп ойлайды, бірақ ол бас тартады. Бірақ кейін ол, саған ешқандай фотосессия жасаудың қажеті жоқ, өйткені мен тұрмысқа шықпаймын дейді. Ол тек анасы мен әкесі бұрын бірге суретке түскісі келмеген, енді оның алдында бірге отырғанын естігісі келген еді. Ол бас тарту себебін айтпайды, бірақ ол оған тұрмысқа шығуға лайық емес екенін анық. Бен оны тағы да кездесуге шақырады да, мен саған бір нәрсені түсіндіргім келеді дейді. Одан кейін ол да сол мейрамханаға барып, ол оның досы Хиюне. Хиюн да ашуға толы болды. Ол да оған сусынға кактус жырының құйып береді, өйткені ол бұған лайық еді. Енді Бен көзі кетуі керек сияқты. Ол одан кешірім сұрағаннан кейін, менің ниетім жаман болған жоқ. Достарым үнемі сені қызындаса мән бермейді деп айтатын, мен тек оларға дәлелдегім келді. Сен солардың ішінде киім киіп жүрдің деп айта бастайды. Мұны естігенде сол одан сайын ашуланып, оның осындай үлкен қателік жасағанын түсінеді. Мұндай ақталудан кейін оған, маған енді бетіңді көрсетпе дейді. Бірақ ол оны үйіне дейін аңдып барады. Сонда қыз оған, мен саған қарсы полицияға арыз жазамын деп қорқытады. Мұны естігенде ол қорқып қашып кетеді. Осы уақытта біз оның кеңсесіне келгенін білеміз. Ол жерде ол робот тоңазытқыштан түнде не жесем екен деп сұрайды. Сонда тоңазытқыш оған, бүгін түнде сыра ішесің деп жауап береді. Ол роботтың өте ақылды болып кеткенін білдіреді. Ол достарының түнде ішімдік ішуге ниеті бар екенін робот қайдан білді. Енді біраз уақыттан кейін соға тағы бір қоңырау келеді. Бұл жолы Беннің анасынан. Ол онымен кездескісі келді және оған түсіндіргісі келді. Ол мұның бәрі дұрыс емес деп ойлады. Сио ол жерге барады, бірақ ол жерде Бенді де Сионың анасында шақырғанын білмеген еді. Ол оған түсіндіріп, менің ұлым естейік деп сұрайды. Сонда ол амалсыздан, ұлыңыз менің қандай фотоларымды достарына таратқанын білесіз бе деп айтуға мәжбүр болады. Мұны естігенде анасы қатты ұялып, ұлым бірнеше рет шапалақпен ұрады да, сен өте жаман іс жасадың дейді. Бірақ ол тек түр көрсетіп жатқан еді. Сонда да Сионың жүрегі жібімейді. Сондықтан ол оған, мен ұлымды көзінше қанша ұрыстым. Бұл түк емес қой. Олдар ондайды істей береді ғой деп айта бастайды. Енді Сионың анасы іске кіріседі де, келген бойда екеуінде ұрып кешіріңіздер, мен қызымды дұрыс тәрбиелемедім. Оған мұндай адамдармен қалай қарым-қатынас жасау керектігін үйретпедім дейді. Олар екеуін қатты ұрады. Сонымен бәрі жоспар бойынша болды. Кешке үшеуі бірге отырып көп ішеді. Хиюн әлі есін білетін, ал Мон қатты ішіп такси ұстап кетіп қалады. Ал Сионың үйі жақын болғандықтан ол өзім барамын дейді. Дәл сол кезде екі өрт сөндіруші оны сол жерде көреді. Осы жерде олар Сионы тоңазытқышқа жабысып қоқыстың үстінде жатқанын және оған, неге маған мұның бәрін айттың деп балағаттап жатқанын көреді. Тіпті ол тоңазытқыштың есігін ашып, оны үйде бойлап ішіне кірмек болады. Чонгук оны әрін дегенде тыныштандырады. Осы кезде оның қол сөмкесі де жерге түсіп кетеді.
Осыдан кейін Чонгук пен оның телефондары ауысып береді, себебі олардың қаптары бірдей еді. Келесі күні таңертең ол оянып, кеңсеге қапты кешігіп қалғанын байқайды. Ол көп жүгіріп, әзер дайындалып, төменге түсіп, төменге қарайды. Сол кезде тағы да сол өрт сөндіруші жігіт көрінеді. Бұл жолы ол мысықты құтқарып жатыр екен. Шын мәнінде Сеу мен Чонгук бір-біріне мүлде қарама-қарсы адамдар еді. Ол кезде Сеу бағдарламалық жасақтама инженері болып жұмыс істейтін және технологияға қызығатын, ал Чонгук технологияға да, әлеуметтік желілерге де аса сенбейтін. Ол үй жануарын ұстайтын және үнемі мысықтар мен иттерді құтқарып жүретін. Ол жануарларды қатты жақсы көретін, ал Сеу болса мысықтарға аллергиясы бар. Бүгін ол кешіріп жатқанда, жігіт оған ритміске көрсетілмейтін қысқа жолды айтып береді. Сол арқылы ол бірген автобусына үлгереді. Бүгін кеңседе ол өзінің тобына аға менеджер қосылғанын біледі. Оның аты менеджер Ван. Бірақ ол ешкіммен көп сөйлеспейтін, әрі осы уақытқа дейін ешкіммен дос болмаған. Оның тек бірнеше ғана суреті болған. Олар да компанияның бас директорымен бірге түскен суреткер еді. Сол себепті адамдар оның жайлы өсеп айтып, бас директордың қызы ма, жоқ па деп әңгіме қылатын. Бірақ ол өзіне қатысты өсек аяңды естісе де, ешқандай реакция білдірмейтін. Ал оның осы мінезіне байланысты бәрі одан аулақ жүретін қатты қорқатын. Осы арада тағы бір оқиға орын алады. Кеше түнде тым көп ішімдік ішкендіктен бүгін сол қайта-қайта әжетханаға баруға мәжбүр болып құсқысы келеді. Адамдар оны жіпті шығар деп ойлайды. Осы уақытта ол түскі асқа барған кезде қайтып келе жатып Чонгукты көреді, екеуі бір-бірімен телефондарын ауыстырады. Бірақ осыған қоса Чонгук те қателік жіберген еді. Ол қателік кеше ол терезеден секірген адамды құтқаруға барған болатын. Сол құтқару кезінде оны құтқарып жатқанда телефонына қоңырау түседі. Ол қоңырау шын мәнінде Саудан келген еді, және оған банктан қоңырау келіп жатқан. Ол телефонды көтереді, ал артында қонақ үй бөлмесі көрінеді. Ол басын соғып өкінеді. Ол айтады: "Уау, сен мені тез алдап кеттің. Қазір бір жігітпен мотельде жүр екенсің." Оның осындай қате түсінігі болды. Осы уақытта Чонгук велосипедін жөндей алмады. Оның тетіктерінде бір ақау болды. Осы кезде Соу оған көмектесті. Ол инженер еді және физикаға да қатты қызығатын. Ол оған бұл тетікті қалай жөндеу керектігін түсіндірді. Енді ол оның велосипедін жөндеп берді. Бірақ қыз кеңсеге кешіріп бара жатты. Сондықтан ол қызды жеткізіп салуға шешім қабылдап, уақытында жеткізу үшін қатты айдай бастады. Бірақ оның алдында өзін шаршамағандай көрсетіп бақты. Алайда велосипедті қатты айдағаннан байғұс жігіттің үсті басы терге малшынған еді. Бірақ қыз кеңсеге жеткен бойда бұл жаңалық әп-сәтте бүкіл жерге тарап кетті. Оның орнына арналған жайлы жастықтар да келіп үлгерді және бәрі оған: "Егер жұмыстан шаршап кетсең, бізге айт, ал бірдеңе жегің келсе, оларға айт" деп айта бастады. Ол бәрінің өзіне қалай қарап тұрғанын бірден түсініп, оларға: "Мен жүкті емеспін. Неге бұлай ойлайсың ба?" дейді. Ал олар болса, ол бұл мәселені олардан жасырып жүр деп ойлай бастайды. Осы кезде менеджер келіп бәріне айқайлап, "Ол бір рет айтты ғой, демеп жүкті емес. Айтқанын түсініңдер де тынышталыңдар" дейді. Бірақ ол адамдар тыныштала қоятын емес еді. Сонымен қатар кеңседегі топтар да оларға айқайлай бастады. Әңгіме өсектер көбейе бастайды. Бұл өсектер басқа форумдарға да тарайды. Ол жақта оны мисс деп атап, ол жіпті, бірақ тұрмысқа шығайын деп жүрген адамы екеуінің некесі бұзылған деп айтып жатыр. Онда бұл баланың әкесі кім? Енді бейшара қыз әлеуметтік желі дәуірінде кішкентай нәрселердің қалай үлкен мәселеге айналатынын, бәрін қалай еңсеру керектігін түсіне алмай қалды. Ол өзін ақтап, "Мен сол мисс істің өзімін, менімен ондай ештеңе болған жоқ" деп айтқысы келеді. Бірақ кейін ол ойлай бастайды: "Неғұрлым көп сөйлесе, мәселе соғұрлым ұлғая. Сондықтан олар сөйлей берсін, өздері-ақ тынышталады" деп шешеді. Енді ол не істейді? Банк берген барлық жазбаларды жинап алып, төменге пісіп, қоқысқа лақтырып жібереді. Осы арада оның қолы кесіліп қалады. Сол сәтке ол тағы да сол жерде адасып жүрген мысықты іздеп жүрген Чонгукпен бетпе-бет кездеседі. Ол мысықты құтқаруға барады. Ол оған: "Мен топта бір мысықты көрдім. Ол мысық жақын маңдағы саябақта болуы керек" дейді. Бірақ ол мысық ондай жерлерге тығылмайды. "Мен сенбеймін, бірақ бәрібір барып көрейік" дейді. Осы жерде ол оған қазіргі заманда әлеуметтік желілердің дәуірі екенін, бәрі интернетте бар екенін түсіндіреді. Бірақ ол интернетке салынғанның бәрі дұрыс емес екенін айтады, ал сол мұны жақсы түсінбеген еді.
Енді тағы да оның қолында қолма-қол ақшасы болмай, ол одан ақша сұрап, күріш бәлішін сатып алады. Сосын біз мұнды көреміз. Бүгін ол жарасын залалсыздандыру үшін клиникаға барған. Оның тісінде бір мәселе болғандықтан ол тексеруден өте бастады. Бірақ ол ауырсынудан қатты қорқатын. Алайда дәрігердің жүзін көргенде қанша ауырса да осы да дүние аламын деп. Оның әнсіздігі әрдайым сымбатты жүздер болатын. Екінші жағында біз соны көреміз. Бүгін олардың компаниясының бас директоры да келген еді, және олар оның алдында өздерінің даму есебін беруі керек болатын. Мұнда оның әріптестерінің бірі презентация жасап жатыр. Олар тазалау роботының презентациясын көрсетеді, сонымен қатар тоңазытқыш туралы есепті де ұсынады. Демо көрсетіліп жатқанда, робот сол команданың мүшесі туралы көп ақпарат жинап алады. Сол арқылы сол туралы топтарда өсек тарататын адамның дәл осы жігіт екені анықталады. Ал робот ешқандай жағдайда тынышталуға дайын болмағандықтан ол ашуланып, оны сындырып тастайды. Осы жерде сол екі нәрсені білді. Біріншісі, өзінің әріптесі оған қарсы қастандық жасап жүргені, ал екіншісі, оның тоңазытқыш үйдегі басқа құрылғылармен байланыс орнатып, барлығы бір жүйеде жұмыс істеп, бір-бірімен байланыс кеткені. Өйткені бұрын үнемі ақпарат беріп отыратын тоңазытқышының мәліметін бүгін үй тазалаушысы айтып берді. Енді бейшара әйел қатты ренжіді. Содан кейін кешке тағы бір сұрақты роботына қояды. Ал бұралай. Ол одан чоң туралы сұрайды, бірақ бұл жерде оған ешқандай мәлімет шықпайды. Бәлкім, ол әлеуметтік желіде белсенді болмағандықтан шыға. Енді бейшара әйел тағы да қатты тезелді. Содан кейін кешкі ас ішуге бара жатқанда вяу жауа бастады. Сол сәтте ол сол мысық еді. Ол ұзақ уақыттан бері іздеп жүрген, бірақ болмай. Оның қолында пышақ бар. Ол мысықты өлтірмекші деген сөз. Сиоға бәрі тек кінәсіз болып көрінгендей. Сондай-ақ мұның қаншалықты қорқынышты екенін қараңыз. Мысықты құтқарудың орнына ол оны өлтірмекші болып жатыр. Бірақ кейін белгілі болады, бейшара мысық кабельге оралып қалған екен. Ал ол пышақпен сол кабельді кесіп, мысықты босатпақшы болып тұр екен. Мұны көрген соң, ол оған қол шатыр лақтырады. Содан кейін екеуі бірге тамақтануға барады. Осы жерде Чонгук оған, сол күні сен мен үшін ұрыстың ба, жігітің қоңырау шалғансың дейді. Ол менің жігітім емес дейді. Сонда ол онда күйеуім шығар дейді. Ол менің ештеңемді ұстамайды, мен бойдақпын дейді. Содан кейін олар үйге қайтып бара бастайды. Бас директор оған, мен ауырайын тексердім, жаңбыр жауы мүмкін емес дейді. Бірақ сол кезде жаңбыр жауы бастайды. Сонда ол кейбір технологияларда қателеседі. Бірақ содан кейін ол оған қол шатыр лақтырады. Ол оған мына қол шатырды ала бер. Мен өзім барамын деді. Енді екінші жағында біз мұнды көрсетеміз. Ол келесі тіс тексерісіне өте дайын болып келеді. Ол өте жақсы макияж жасап әдемі көрінгісі келді. Бірақ емдеу басталғанда байғұс қыз жылағаннан соншалықты қиналды. Барлық макияжы ағып кетті де, ол осылай көрінді. Бірақ осы уақытта тіс дәрігері оны өзіне шақырады. Ол оның кеңсесіне барады. Ол оны кешкі асқа шақырады деп ойлаған еді. Бірақ ол, сенен алынған тіс өте сирек кездеседі, мен оған зерттеу жүргізгім келеді. Маған оны сыйға тапқаның туралы формаға қол қоя аласың ба? дейді. Ал тісінің пішінін көрген соң ол, мен не істедім? Бұл менің болмысым ба? Осындай пенсық сыйлықтар деп ойлай бастайды. Екінші жағында біз Сеоны көреміз. Ол енді бұл роботты тоңазытқышты өшіремін деп шешті. Содан кейін оған ешқандай жұмыс жүргізілмейді. Содан кейін ол оны бірден құптайды. Енді осыдан кейін олар жақын маңдағы өрт сөндіру станциясымен ынтымақтасуы керек болды. Олар қолданатын құрылғыларға жасанды технология қосып, оларды аса ақылды етіп билеген. Осыған байланысты олар бүгін өрт сөндірушілермен жиналыс өткізуде. Екінші жағында біз сол тіс дәрігерін көреміз, және оның достары бүгін олармен кездесуге келген. Олардың арасында сол тіс дәрігері Джим болды. Ол мырза банк қалыңдығының суретін бөліскенін естігенде қатты ашуланып, сіздермен бірге отыруға лайық емессіз бе? Ол қыздың сенімін аяққа таптадым бәр дейді. Бүгін Сио үйіне келе салысымен бір дыбыстарды естиді. Ол қорқып жуынатын бөлмесін ашады. Содан кейін банктың жуынатын бөлменің терезесі арқылы үйіне кірмек болғанын біледі. Өйткені ол кездесуге шақырғанда қыз әрдайым бас тартатын. Енді ол кіре алмай, шыға алмай тығырыққа тірелді. Енді әрине, оны шығару үшін құтқарушыларды шақыру керек болды.
Осы кезде Чон Кук пен оның досы оны құтқаруға келеді. Бірақ ол жерде ілініп тұрған кезде ол соға көп нәрсе айтады. Сол арқылы олардың фотоларын қалай таратқанын және осының бәрінен соның қаншалықты қайғылы екенін түсінеді. Чон Кук оның жүзінен бәрін аңғарған еді және ол қыздың өте мейірімді екенін, ал оның досы мұндайға лайық емес екенін түсінеді. Одан кейін құтқарылған соң ол соға бір нәрсе түсіндіргісі келеді. Бірақ сол сәтте Чон Кук оны ұстап алып, күштеп сыртқа шығарып жібереді. Енді банк темір бұйымдар дүкеніне барып, осы рамканы кесіп алуы керек болды. Және осылайша ол көлігінде қалай отыратынын ойластырып, амалын табуға тырысты. Екінші жағынан, банк оның үйінде бір сөмке қалдырып кеткен еді. Сол арқылы оны көндіруге көп әрекет жасаған. Бірақ мұның бәрі мүлде пайдасыз болды. Оны көргенде, ол тағы да ашуланып, сол сөмкені алып, үйден лақтырып жібереді. Бірақ ол байқамай, мұның бәрін Чон Кукке лақтырып жіберді. Чон Кук оның жуынатын бөлмесінің терезесі ашық тұрғанын алаңдап, оған көмектесу үшін келген еді. Оны жабатын басқа ештеңе таппаған соң, ол көлігінен фотосессия плакатын алып келіп, оның терезесін жауып қояды. Сосын ол, ертең келіп бәрін жөндеп беремін. Сен мені күте тұр дейді. Келесі күн анасының туған күні еді, және сол анасына баруға барады, анасының жақындағысы келеді. Анасының өміріне бір ер адам кірген, бірақ сол енді адамдарға сенуге болмайды деп ойлады. Ер адам анасын жасау үшін ол жерде күтіп алады. Сосын ол анасын қатты ұрсып, осындай адамдармен араласпаңызшы. Ол сізге шын көңілмен қарамайды деп ойлаймын дейді. Осыдан кейін ол кеңсеге кіреді. Сосын оның ойына қайта-қайта анасының алданып қалуы мүмкін деген ой келе береді. Сондықтан ол неге соңғы рет робот тоңазытқышын ашып, осы сұрақты қоймасқа деп ойлай бастайды. Енді ол сол робот тоңазытқышын ашып, әр адамның өмір баянын салады да, сол арқылы оның барлық деректерін алады. Ол қаржылай тұрақты, өз еңбегімен жетістікке жеткен адам екен. Сонымен қатар, оның әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы ешкіммен қарым-қатынасы болмағаны белгілі болды. Ол анасымен өте шынайы қарым-қатынаста болған. Бұл жолы ол алғаш рет жақсы дерек алды да, енді анасының өміріне бақ келсекен деп ойлай бастады. Екінші жағынан, біз Чон Кукты көреміз, ол өзінің ескі естеліктерін еске алып отыр. Өткенде мектеп кезінде онымен бір оқиға болған. Оның кейбір суреттер мен видеоларын жасырын түрде әлеуметтік желіге жариялап, оны мазақтаған. Сол себепті ол қатты күйзеліске түсіп, депрессияға ұшырады. Тіпті осы үшін кейбір балалармен төбелесіп те қалған. Мүмкін осы себептен ол осы күнге дейін әлеуметтік желіге жақындамаған шығар. Бүгін сол Чон Кукқа қоңырау шалып, мен кешігемін, мені күтпе деді. Ол терезені басқа біреуге жөндегенін деді. Ал Чон Кук болса, оның терезесін дәл өлшеміне сай дайындап, сол жерде күтіп тұрған еді. Енді сол анасының жақсысын көргенде, әлемде әлі де жақсы адамдар бар шығар деп ойлай бастайды. Сосын Чон Кук есіне түседі. Ол бірден оған қарай жүгіріп кетеді. Ол барған кезде Чон Кук оны бірнеше сағат бойы күтіп алдында отырған еді. Содан кейін ол ішке кіріп, оның жуынатын бөлмесінің терезесін жауып береді. Осы жерде жұмыс істеп жүргенде, ол бұрынғы және кейінгі жағдайды тіркеу үшін бірнеше сурет түсіруі керек болады. Бірақ жұмыс істеп жатқанда өзін суретке түсіріп алады. Ал біреу оны рұқсатсыз суретке түсірсе, Чон Кук қатты ренжіп, бірден оған менің суретімді қазір өшір деп ұрсады. Сол қатты ренжіп, осындай тәтті адам қалайша соншалықты дөрекі бола алады деп ойлайды. Ол оның ішінде екі түрлі адам бар ма екен деп ойлайды. Одан кейін ол анасын шақырып оған, бұл жігіт маған өте жақсы қарайды дейді. Себебі бір фанат тігінші оған, бұл жігіт саған өте лайық деп айтқан еді. Содан кейін келесі күні анасы жұмыс істейтін жерде ол бір құрбысына фанат тігінші туралы айтып берген соң, бұл жаңалық барлық әріптестерінің арасында оттай тарап кетті. Сөйтіп оған ұқсас. Енді бәрі соға қоңырау шалып, әлгі жігіт туралы сұрай бастады. Дәл сол кезде менеджер Хванг оған келіп, тоңазытқышта ашатын кодтарды қандай етіп қойғанын сұрай бастайды. Ол оған кодты айтады. Содан кейін ол, қазір сен жұмысқа көңіл бөлмейсің дейді. Сосын ол оған дәл солай істеуді тапсырады, ал ол да қолын қойып жаттығып көргенде, осыны істеп жатып жарақаттанып қалады. Сонда ол, мүмкін енді есімді жиған шығарсың дейді. Барлық адамдар менеджер Хвангтан қатты қорқатын. Сонымен осының бәрінен кейін бүгін сол өрт сөндіру станциясына баруы керек еді. Ол жерде олардың жаттығуларына қатысты ақпарат алуы тиіс болатын. Осыдан кейін ол оның технологиясын жетілдіру үшін көптеген нұсқалар жасайды.
Онда Чонгук пен басталар оны алып кетуге келген еді. Олар оны жаттығуға бірге алып кетті. Содан кейін ол Чонгук пен бірге іште болды. Осы уақытта оның досы мұнда барлық адамдар кетіп қалғанын біледі де, ішінде ешкім жоқ деп ойлап, Юсупты сыртынан құлыптап тастайды. Бірақ сол кезде сол мен Чонгук іште болатын. Одан кейін олар ол жерден шығуға тырысады. Бірақ сыртта ешкім жоқ еді. Өйткені бұл аймақты олар қаладан алыс жерде жаттығу үшін жасаған болатын. Өйткені мұнда олар жарылыстарға дайындалатын, айналада ешкім болмайтын. Енді олар шығуға тырысады. Сол кезде ол құлап қалады да, екеуі бір-біріне өте жақын болады. Сосын сол қоңырау шалғысы келеді, бірақ оның телефонының да қуаты таусылып қалған. Және бұл тағдыр екеуіне жақындасуға сылтау бергендей көрінеді. Енді екеуі бірге отырып, ұзақ уақыт бойы бір-бірімен сөйлеседі. Одан кейін сол қатты қорқып кетеді, өйткені ол жақтан егеу бұйрықтардың дыбысы естіледі. Және біздің кейіпкеріміз Чонгук те егеу бұйрықтардан қорқатын сияқты. Мұнда Чонгук пен Сой екеуі бірге мысықтың даусымен мияулап, егеу бұйрықтарды қорқытып, оларды қуып жібермек болады. Осылайша көп уақыт өтіп кетеді. Сосын біраз уақыттан кейін екеуі бір-біріне өте жақындап сүйісуге сәл-ақ қалады. Бірақ дәл осы сәтте оның досы жоғарыдан келіп қалады. Солайша бұл сәт бұзылып, олар сүйісе алмай қалады. Осыған байланысты Чонгук қатты ашуланып, сен тым ерте келдің дейді. Енді осыдан кейін онымен біртүрлі нәрсе болады. Ұйықтап оянып жүргенде Чонгук барлық жерде тек соның жүзін көре бастайды. Ол маған не болып жатыр? Мен оған қашып болып қалдыма деп ойлай бастайды. Ал екінші жағынан, сол өзінің робот тоңазытқышына біреу бірдеңе жасағанына толық сенімді болды. Сол себепті ол тоңазытқышын құлыптап тастады. Енді кеңседегі ешкім оны пайдалана алмайтын болды. Бірақ кейін біз менеджер Хванның оны ашатын пәрмен сөздерін жазып алғанын көреміз. Әрі ол бүкіл сол драманы соның саусақ іздерін алу үшін ғана жасаған екен. Енді ол тоңазытқышты сол арқылы ашады. Және осы сәтте біз тек тоңазытқыштың ғана емес, менеджер Хванның да робот екенін білеміз. Шынында бұл екі роботта барлау қызметінде жұмыс істеген. Менеджер Хванның роботының шын аты Отом 44, ал тоңазытқышы роботтың аты Пис болған. Жез қауіпсіздік және лаңкестікке қарсы мақсатта қолданылған, бірақ кейін оны теріс пайдалана бастады. Саясаткерлер оны өз мақсаттарына пайдаланып жүрген. Оны өз мақсаттары үшін қолданды. Сол себепті біреу оны жасырып қойды, бірақ ешкім оның қайда жасырылғанын білмеді. Адам 44-ке осыны табу тапсырмасы берілді. Шын мәнінде бұл читті орнатқан адам оны тоңазытқышына салып қойған. Содан кейін Сио тоңазытқышы бұзылып, ұзақ уақыттан кейін оны қайта іске қосқан кезде оның схемаларын қайта жалғап, жаңа чип орнатқан. Осы уақытта Сио Чонгукпен кездесуге барған еді, және ол одан қай күні демалыс алатынын сұрайды. Ол өз кестесіне қарап, оған былай дейді: мен жұма күні демалыс аламын. Бірақ ол да жасы күнге ғана, өйткені алғаш рет фотосессия жасауымыз керек, сенімен кеземін. Мұны естігенде ол қатты қуанып, екеуміз фотосессия өтетін жердің қасындағы қонақ үйде бірге түскі ас ішеміз. Содан кейін серуендеуге бір жаққа барамыз дейді. Ол қадамды Сио жасады, бірақ онымен бірге Чонгук те қыздың оған жақындасуға тырысып жатқанын көріп, өте бақытты болып көрінді. Екеуі де бір-біріне ерекше сезімде болды. Чонгук жиі отырып күлімсірейтін болды, ал бұл өзгерісті оның әріптестері де байқады. Бірақ ол жерден қайтып келе жатқанда Сио әріптесі Бөлді көріп, қате түсінікке ұрынады, ал Бөл Чонгукпен кездесуге бара жатқанын айтады. Ол Чонгукке Куки деген лақап ат қойған еді, солай атап шақыратын. Сио осы екеуі өте жақын деп ойлай бастайды. Ол Чонгуктың досы, оның үстіне қыз досы болады деп еш ойламаған еді. Ол Чонгук пен Бөл туралы түрлі нәрселерді елестете бастайды. Одан кейін Чонгук тапсырмаға кеткен еді, сол кезде дырги өртеніп жатты. Барлығы құтқарылды, бірақ бір адам өзінің заттарын алу үшін үйге қайта кіргісі келді. Чонгук оны күштеп ұстап сыртқа шығарып алды. Осы себептен адамда жарақат алды. Бірақ дәл осы жерде ол балалық шағында өртенген өз үйін көріп, соның салдарынан травмаға түседі. Бұл оның балалық шағында бір нәрсе болғанын көрсетеді. Оның енді оқыс оқиға болғаны анық. Ал екінші жағынан, мұның жігіті қазір тіс дәрігері Хюджин екені көрсетіледі, бірақ араларында кернеу бар. Ол жиі онымен кездесетін, бірге уақыт өткізіп, кенеттен жер бетінде жоқтай ғайып болып кететін. Ол оның қоңырауларына жауап бермейтін, ал қайта пайда болғанда ештеңе болмағандай әрекет ететін. Содан кейін ол оның әрдайым осылай істейтінін біледі. Ол жоғалып кетеді де, пайда оралады.
Бүгін олардың кеңсесіне бірнеше өрт сөндіруші келеді. Мұнда олар жасаған құрылғыға шолу беру керек болатын. Мұнда Сео Чонгук Куктың белмен бірге отырып, екеуі бірге тамақ ішіп отырғанын көреді. Оны көргенде ол қатты қызғанып, оны қызғандыру үшін өзгеше әрекет ете бастайды. Осы жерде оның бастығы да жылу детектор камерасынан оны байқайды. Ол неге дәл қазір оның температурасы сонша жоғарылап кетті? Бір жерден ашуланып тұрма деп ойлайды. Бүгін банда Сеоны аңдып жүрген еді. Ол оны жеңе алмады. Сео Чонгук Кукпен бірге болғанда, ол екеуін бірге көріп, бірден Матильде телефонды көтерген адамның осы жігіт екенін есіне түсіреді. Бұл оның осы отшілігін жақсы көретінін білдіреді. Ол мен оның осыншалықты тез ұмытып, алға жылжитынын ешқашан ойламаппын дейді. Енді ол шатырға барып отырып, оған қайта-қайта қоңырау шалуды талап етеді. Ол келген кезде ол сұрай бастайды: "Сен мені мүлде сағынбайсың ба? Қалайша осыншалықты тез ұмытып кете аласың? Бізде 7 жылдық қарым-қатынас болды ғой." Бірақ Сео бұл сөздерге аса мән бермейтін сияқты көрінді. Ол: "Мен бұл жерден кетемін. Егер отырғың келсе, әрине, отыр да ауа райынан ләззат ал, бірақ мені аңдыма" дейді. Одан кейін Бөлге қатысты оның ішіндегі күмәні өте кеш жоғалады. Бөл оған былай дейді: "Менің жігітім бар, ол мектепте мұғалім, бірақ ол менің мысығыммен жақсы тіл табыса алмайды. Жиі мысығым онымен ұрсып қалады, тіпті оны көрсе қорқып кетеді." Сонда Сео оған кеңес береді: "Бұл үшін қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Мүмкін сенің жігітің иттерді жақсы көретін адам шығар." Содан соң ақыры жұма күні келеді. Сол күні екеуі де қатты толқып, бір-бірінен кездесуге ерекше дайындалып жатты. Бұл екеуі үшін де үнсіз келісілген алғашқы кездесу сияқты көрінді. Содан кейін бізге сол өрт сөндірушілердің фотосессиясы көрсетіледі. Мұнда олардың барлығы денелерін көрсетуі керек болды. Бұл фотолар олардың байқауына жіберіледі және күнтізбелеріне де қойылады. Бірақ бұл фотосессия әдеттегідей кешіріп қалады. Сол себепті Сео да сол фотосессия өтетін жерге келуге мәжбүр болады. Сөйтіп ол алғаш рет Чонгук Куктың сондай ақылды жігіт екенін көреді. Оның денесі де өте жақсы күтімде болған. Сонымен қатар оны экипаж мүшесі деп санаған кезде, оның денесіне ылғалдандырғыш жаққызуға да тура келді. Одан кейін оның фотосессиясы болғанда, ол таңғалды. Неде ол каска киіп алған? Сосын ол түсінді, бұл оның ұяңдығынан ешкім оның суретін түсіргенін қаламайды екен. Осы кезде сол жерге аға өрт сөндіруші келеді. Ол да сол фотосессияға келген еді, ал оны көргенде Чонгук Кук оны танып қояды. Бал шағында оның үйі өртенгенде, осы өрт сөндіруші оларды құтқаруға келген болатын. Сондықтан бүгін фотосессиядан кейін ол оған барып сөйлеседі. Марадонада болған өртте бір бала да болған. Сіздер есіңізде шығар, ол өте танымал болды екен. Ол бала ешкім емес, менің өзім. Осы кезде олардың әңгімесін бір тілші де естіп алады. Ол ойлайды: демек бұл сол тентек бала екен ғой. Ол өрт сөндірушілердің арасында болмауы керек. Ол өзі келтірген зиянды ұмытқан сияқты. Жақын жерде тұрған суда олардың әңгімесін естіп, Чонгук Куктың өткенде бір нәрсе болғанын оны сұрап жүрген еді. Сонымен осыдан кейін екеуі бірге түскі ас ішуге кетеді. Бірақ бұл жерде Чонгук Кук қатты уайымдап тұрған еді. Сол одан сұрауға тырысады, бірақ ол қазір емес. Уақыты келгенде өзім айтамын дейді. Осы арада екеуіне де өз достарынан қоңырау түседі. Сөйтіп олар Хэй Юан ауырып қалғанын, ал Чонгук Куктың досы оны құтқарып ауруханаға жеткізгенін біледі. Мұнда ол досына көмек сұрап қоңырау шалады, ал Хэй Юан өз құрбысына хабарласады. Енді сол жерден тұрғаннан кейін де екеуі бір жерге барады. Ауруханадан шығып бара жатқанда ол Бөл мен оның жігітін көреді. Ол жігітінің сәл жарақат алғанын байқайды, ал жігіті бұл жараны оның мысығы жасағанын айтады. Бірақ бұл жараны мысық салғандай көрінбеді. Одан кейін тағы бір оғаш жағдай болады. Чонгук Бөлмен бірге тұрады, ал оларды бірге көргенде со қызғанып, олар не туралы сөйлесіп тұр екен деп ойлай бастайды. Сосын ол барып, олардың әңгімесін жасырын тыңдайды. Ол олардың әңгімесін тыңдаудан өзін тоқтата алмады. Мұнда Чонгук: сен маған онымен ажырасатыныңды уәде берген едің. Неге әлі күнге дейін ешқандай қадам жасаған жоқсың деп айтып жатыр. Осы кезде оның жігіті де сол жерге келеді де оны алып кетпекші болады. Чонгук оны тоқтатуға тырысады, бірақ жігіті қызын босатып оны алып кетеді. Ол жерде сол бәрін көріп, тым беріліп кеткені сонша, ол жігіт оны байқап қояды. Бірақ ол Чонгукке сұрақ қоюға үлгермей тұрып, Чонгукке шұғыл қоңырау түседі де, ол дереу кетуге мәжбүр болады.
Енді жұмысын аяқтаған соң Чонгук омен бірге отырып, оған бұдан бас тартуға кеңес береді. Ол, егер сен осылай өмір сүре берсең, саған қалайша біреу қыз болып жолығады дейді. Ол тағы да сол саған қарап, сен үшін сезімсіз күйін дозды деп ойлайды. Сондықтан болашақта абай болда өткеніңнен арылуға тырыспайды. Ал екінші жағынан Хи Йон күйеуімен қатты ұрысып алады. Себебі ол ауырған кезде күйеуінің телефоны қолжетімсіз болған. Күйеуі сапарға кеткен еді, сондықтан онымен байланыс болмаған. Ал бүгін кеңседе бөл кенеттен ауырып қалады. Ой есінен танып қалады, оны ауруханаға барады. Сонда қабырғасында сынық бар екені анықталады. Сол одан қайта сұрайды, құлап қалдың ба? Қалай жарақат алдың? Бірақ ол бұл тақырыптан жалтарады. Одан кейін Чонгук пен бөл екеуі оңаша сөйлесе бастайды. Сол кезде ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Мүмкін осы екеуінің арасында бір байланыс бар шығар. Сол себепті бөл жарақат алып жүр. Енді ол өзін тоқтата алмайды. Ол өзінің робот тоңазытқышына барады. Тоңазытқыш оған бұрын Чонгук туралы мәлімет бермеген еді. Сондықтан бұл жолы ол роботтан белдің жігітінің бия мәліметін сұрайды. Сонда ол оның оңбаған екенін, тіпті қылмыскер екенін біледі. Ол тек қазіргі қызы бөлге ғана емес, бұрынғы қыздарына да бірнеше рет қол көтерген екен. Енді ол барып бұл туралы бөлден сұрайды. Сосын ол біледі, бірге жігіті оған қол көтергенде Чонгук келіп оны құтқарып қалған. Өйткені екеуі бір қауымдастықта тұрады. Сол себепті өзінің қауіпсіздігі үшін ол оған жігітімен айырылысып кетуге кеңес беріп жүрген. Бөл мен Чонгуктың арасында ағалы қарындас қарым-қатынастан басқа ештеңе жоқ. Енді ол барып Чонгуктен сұрайды. Мен сен туралы неше түрлі ойлаппын. Неге маған түсіндірмедің? Сонда ол, сен бұл құпияны сақта деп айтпадың ғой дейді. Сонда ол, жарайды, сен де менен бір нәрсені жасырғаныңды мойындаймын. Сенде құпия көп екен. Маған тек жүрегіңді ашқың келгенде ғана хабарлас дейді. Одан кейін біз Хионның күйеуі шын мәнінде барлау қызметінде жұмыс істейтінін білеміз. Ол тынышы болып шықты. Дәл осы кезде ол қыз 44 пен кездесіп жатқан еді, ал Хион екеуінде бақылау үшін келген болатын. Осы жерде ол олардың әңгімесін естіп қалады, ал олардың құпия сөздері балық жеу туралы сөйлесіп жатқандай әсер қалдырды. Осы уақытта бөл жігітімен айырылысып, бірнеше күнге қаладан тыс жұмысқа кетеді. Бірақ жігіті бір амалын тауып, кеңсеге қоңырау шалып, өзін жеткізуші ретінде таныстырып, оның мекенжайын біліп алады. Бірақ бұл туралы сода біліп қояды. Содан кейін ол бөлге қайта қоңырау шала бастайды. Алайда бөл телефонын үнсіздікке қойып, бір шекте жұмысымен айналысып отырған еді. Енді ол қауіпсіздігіне қатты алаңдап Чонгукке қоңырау шалады. Содан кейін Чонгук те көлігін алып, екеуі бірден бөл тұрған жерге жеткен. Олар жеткенше, оның жігіті де сол жерге келіп үлгерген еді. Тіпті бөлге қол көтеріп те қойған. Бірақ ол одан әрі зиян тигізіп үлгермей тұрып, екі қыз мысықтай жабысып, бөл өзін қорғауды үйреніп, оны қатты тырнап тастайды. Содан кейін Чонгук бұл көріністі тамашалап, артынша келіп әлгі жігітті ұстап, полицияға ұстатып жібереді. Енді олар екеуі бөлді әпкесінің үйіне қалдырып, қалаға қайтып бара жатқанда, көліктері бұзылып қалады. Бұл жер орман еді, әрі олар автобус аялдамасына баруы керек болатын, бірақ жолды таба алмай қиналды. Осы кезде Чонгук аялдамаға жету үшін жұлдызға қарап жүре бастайды. Сол сәтте соның қолында ұстайды. Ол оның қолын тек автобус аялдамасына жеткенде ғана жібереді. Осы жерде сол өзін өте романтикалық сезінеді, бірақ ол оның қолын жіберіп, кешірім сұрап, шынында орманда көп аңдар болуы мүмкін, сондықтан қолыңды ұстадым дейді. Соны естігенде қатты ренжиді, әрі оны өзінен итеріп жібермек болғанда, ол оны ұстап қалады. Одан кейін екеуі сүйісіп кетеді. Бұл көрініс өте романтикалық болды. Бұл бастаманы Чонгук жасады. Содан кейін екеуі соншалықты елтіп кетті. Тіпті соңғы автобуста кетіп қалып, олар ештеме байқамады. Сонымен енді екеуі ақыры қыз жігіт болып кетті. Одан кейін бір ай бойы екеуі кездесіп, бірге керемет уақыт өткізді. Екеуі де бір-бірімен кездесуге барарда әрдайым өздерінің сыртқы келбеттеріне алаңдайтын. Бірақ сол оған, егер сен бұдан да сымбатты болып кетсең, онда маған қиын болады дейді. Ал өзі де әдемі көрінуге тырысып жүрді. Чонгук оны да ұстап алып, егер сен бұдан да әдемі болып кетсең, онда маған да қиын болады дейді. Одан кейін олар әрдайым кездесуге сол таңдаған жерге барады. Сондықтан бүгін ол Чонгукке мені өзің қалаған жерге апаршы дейді. Сол кезде ол оны соның үйіне алып келеді. Сол ол бірдеңе романтикалық ойлап отыр деп ойлайды, бірақ біздің кейіпкер бүкіл үйін тазалай бастайды.
Ол демалыс күндері сен соншалықты шаршайсың, бұл жұмысты істеу саған өте қиын дейді. Сосын ол оған ендегі көптеген заттарын, балалық шағындағы жүлделерін, тіпті бала кезіндегі фотоальбомында көрсетеді. Бірақ ол балалық шағы туралы сұрағанда, ол әрдайым бұл тақырыптан қашқақтайтын. Соның жанында жүргенде, ол да өзгеріп, смартфон қолдана бастады. Оның әріптестеріге бұл өзгерісті байқады. Мен саған мұны істе деп қанша уақыт дәріс оқыдым, бірақ саған қыз табу келеді ғой дейді. Енді содан кейін бірде Сио мен Чонгук бірге жақсы уақыт өткізіп жүргенде, оның радиосы бұзыла бастайды. Сондықтан ол радионы жөндетуге апара жатқанда, Сио осы жерде қорқа бастады, өйткені оның әкесінің дүкені де сол ауданда екенін білетін. Екеуі қол ұстасып тұрған кезде, оның әкесі келіп, олардың алдына тұрып, оларды ұстап алды. Сосын ол сұрай бастады, сендер қашандан бері кездесіп жүрсіңдер, және неге маған айтпадыңдар? Әкесі өзінің махаббат өміріне қызығушылығы қызынан да артық еді, әрі ол анасына қатты қызығатын. Ол ажырасқаннан кейін Сионың анасы басқа біреумен қарым-қатынас бастағанын білгенде қайғыдан тым көп шіпеледі. Содан кейін оны бақылау қиынға соғады. Аяқ киімі шешіліп қалғанда ол аяғым сынған деп жылай бастайды. Осындай жағдайда Чонгук оны зорға дегенде сол жерден алып кетеді. Екінші жағынан, мұнда ақыры Хёджинмен бір рет кездесіп, онымен үйлену туралы сөйлескен еді. Енді ол оның анасымен кездесіп отыр. Осы жерде анасы бұл некеге рұқсат бере алмайтынын айтады. Дәл осы сәтте әкесі де сол жерге келеді. Сосын белгілі болады, анасы бұл некеге қарсы, өйткені Хёджин әкесіне ұқсас екен. Осы кезде анасы әкесін 2 жылдан кейін алғаш рет көріп отыр. Ол былай дейді, кейде ол келіп ештеңе болмағандай әрекет етеді. Содан кейін бірнеше айға жоғалып кетеді. Бірақ мұны айта бастайық. Сіз сияқты, менің де әлсіздігім сымбатты жігіттер. Көбіне біз фильмнің оқиғасы нашар болса да, басты кейіпкері әдемі болған үшін соңына дейін қарап шығамыз. Енді біз Хейонды көреміз. Бір күні ол өз кафесіне Хван менеджердің келгенін көреді, және оны сол күні күйеуімен бірге көрген әйел екенін бірден таниды. Кешке қарай бәрі Хёджиннің үйінде жиналатын, өйткені олар жақында үйленбекші еді. Сол себепті достарымен бірге кеш өткізіп, оларды да шақырғысы келді. Бірақ олар мұнда бәрі дұрыс болмайтынын білмеді. Осы жерде Хейон күйеуіне ашулы еді, және әңгіме барысында бүкіл ашуын құрбысы мұңға шығарады. Ол оған үйленудің не керегі бар? Неге үйленіп жатырсың деп айта бастайды. Сонда мұнда, егер сенің некеңге қандай да бір мәселе болса, неге басқаларға кедергі келтіремін дейсің дейді. Осы жерде бәрі мазақ еткен Сио да жанжалға араласып, сен жігіттен 7 жыл бірге тұрдың, бірақ оның қандай жаман адам екенін білмедім дейді. Сосын соңында белгілі болады, банкта Сионы іздеп сол жерге келген екен, әрі ол да қатты мас болып қалған. Хёджин осы сәтті пайдаланып тағы да сол жерден ғайып болады. Енді оның қанша айға дейін жоғалып кететіні белгісіз. Енді сол жерден қайтып келе жатқанда, Сио құрбысы Хейонды мырза Омен бірге көріп қалады. Сол себепті ол құрбысының күйеуімен ұрысып қалғанын, ал қазір мырза Омен тым жақын араласып жүргенін сезгене бастайды. Не болып жатқанын ешкім білмейді. Сондықтан енді құрбысы үшін ол соңғы рет робот тоңазытқышқа барып, одан мырза О туралы сұрайды. Сонда мырза оның өте жақсы адам екені, әйелімен қатты жақсы көретіні, және оның ең жақын досы Жамин екені белгілі болады. Осы жерде ол бұл жігіттің Чонгуктың суреттерін көрсетіп жүргенін, бірақ неге бұл жігіттің атын Жанин деп атап жүргенін түсінеді. Яғни Чонгук өз атын өзгерткен екен. Сол себепті оның ешқандай дерегі робот тоңазытқыштан шықпай жатқан. Екінші жағынан, Банг Мунның үйінде түнеп шыққан еді, ал келесі күні Мун оны жансорғыштан оятпақшы болады. Бірақ ол өзі оянып кетеді. Сосын ол оған, қарашы, Сио өте жақсы қыз, ал оның жігіті оны қатты жақсы көреді, әрі онымен өте бақытты. Сондықтан өтінемін, оның өмірінен кет. Бұл сен үшін де, ол үшін де дұрыс болады дейді. Бұл жолы Банг бұл сөзді жақсы түсінетін сияқты. Сосын бейшара Чонгуктың өмірінде жаңа бұрылыс болды. Кейбір адамда фотосессия кезінде Чонгукты жасырын суретке түсіріп, оны әлеуметтік желіге жариялап жіберген. Барлығы оның қандай сымбатты екенін айтып жатты, бірақ ол ешкім оның суретін түсірмесе екен деп ренжіді. Ол ешқашан тым көп танымал болғысы келмеген. Сол себепті ол фотографқа барып, оның суреттерін бір жолын тауып өшіріп тастауды, беті көрінбейтіндей етуін өтінді. Одан кейін бір күні Хейон өз дүкенінде менеджер Хван пен күйеуін бірге көреді. Оны көргенде екеуі де бір-бірін танымайтын адамдай түр танытады.
Бірақ Хейян оларға ашық айтып, сендер бір-бірлеріңді білесіңдер, жасырын кездесіп, бірге тонна бал жей аласыңдар. Ол мен мейрамханамды жабамын дейді. Сосын ол жерден кетіп қалады да, оларға тамақта бермей. Ал екінші жағынан, Хью Джин қанша күннен кейін үйіне келеді. Сол кезде ол болашақ әйелі оның үйін қонақ үйге айналдырғанын біледі. Онда көптеген шетелдіктерді әрбір кеш өтіп жатыр. Ол, сен бұл жерде тұрғың келмейді, менің де жеке өмірім жоқ, онда неге осы ақылы ақша таппасқа дейді. Онда осыншама шетелдікті көрген Хью Джин соншалықты иемденгіш болып кетті. Енді ол үйден кету туралы ешқашан айтпайтын сияқты. Оны байлап ұстау үшін өте жақсы айла қолданған еді. Ал екінші жағынан CEO қатты уайымдады, өйткені Джон көп бірнеше күн бойы оған хабарласпаған еді. Бірақ бүгін ол оның үйіне қарай келе жатыр. Ол бүкіл көріністі терезеден көріп тұрды. Осы кезде бір бала көліктің астына түсіп кете жаздайды. Сол кезде Джон көк өмірін қатерге тігіп, баланы құтқарып қалады, өзі де жарақат алады. Бірақ тәтей оған алғыс айтудың орнына ұрса бастайды. Егер сен құтқарушы болсаң, онда менің баламды дұрыс құтқаруың керек еді. Неде ол жарақат алды? Осы жерде CEO тәтейге қатты ұрсып, қараңызшы, бұл бала да өзін жарақаттап алды ғой дейді. Шын мәнінде өрт сөндіруші мамандығы сондай еді. Ол бұрынғыдай әскерилер сияқты құрметке ие болмады. Бірақ ол да әскеридей, әрдайым басқалар үшін өмірін қатерге тігеді. Одан кейін CEO оны үйіне апарып душқа түсуін айтады. Содан кейін үйде тек кішкентай киімдер ғана бар. Ол соларды киюге мәжбүр болды. Осы жерде CEO Чонгуктың есімін өзгерткенін білді, бірақ ол оған сенетін, оның жаман адам бола алмайтынына сенімі мол еді. Содан кейін екеуі бірге өте жақсы уақыт өткізеді. Одан кейін романтикалық көрініс болады. Осы жерде екеуі бір-бірін сүйе бастайды. Келесі таңертең ол оянған сәтте Чонгуктың кетіп қалғанын көреді, бірақ кетер алдында ол оған таңғы ас дайындап кеткен еді. Осы жерде ол оған хатты қалдырып кеткен еді. Бұл хатта ол өз өмірінің бүкіл шындығын оның алдында ашып жазған. Айта алмаған барлық нәрсесін ол хат арқылы жазып жеткізген. Содан кейін бұл оқиғаның бәрі әлеуметтік желіде де таралып кеткені белгілі болған. Оны Мирадонның ұлы деп таныған сол журналист оның суретімен бірге әлеуметтік желіде мақала жариялады. Содан кейін біз шын мәнінде балалық шағында Чонгуктың үйі орналасқан жерде өрт болғанын, анасы ұлын үйде ұйықтап жатыр деп ойлағанын білеміз. Сол себепті өрт сөндіруші оны құтқару үшін ішке кірген. Осы кезде анасы ұлын сыртта ойнап жүріп, үйге қайтып келе жатқанын көреді. Шын мәнінде Чонгук түнде сыртта жүрген, сол себепті өрт сөндіруші өмірінен айырылған. Осы оқиғаға байланысты бүкіл қауым бұл туралы біліп, кейін бәрі бұл жаңалықты таратып жіберген соң, бәрі оны және анасын кінәлады. Бәрі оны көңір бала деп атайтын, өйткені анасы мейрамхана жүргізетін. Сол себепті ол бала кезінен депрессияда болды. Бұл жағдайға байланысты жиі адамдармен ұрысып жүрді. Тіпті бір-екі рет полиция бөлімшесіне де баруға тура келген. Сол баланың қателігі салдарынан бір өрт сөндіруші өмірден өтті. Ал қазірде Чонгуктың өткен өмірі бәрінің алдында ашылып жатыр. Оның аты жөні де өзгертілген еді, бірақ мұндай жағдайда оның еш пайдасы болмады. CEO оған келіп, адамдар не десе де, сен не айтсаң да, мен сені білемін, сенің жүрегіңді білемін дейді. Ол, сен ондай адам емессің дейді. Осы арқылы ол өрт сөндіруші туралы айтылып жатқан адамның шын мәнінде тірі екенін де біледі. Ол өлген жоқ екен. Сосын ол, мен барып оны істеймін дейді. Бірақ Чонгук оны тоқтатып, егер ол алға шықса, мені одан да көп адам талқылайды, ал мен жариялылықтан қатты қорқамын дейді. Ал екінші жағында Хайон күйеуінің барлық қызметінде жұмыс істейтін, оның тыныш екенін сезіп қойған еді. Бүгін ол үйге кіргенде әйелі оған, мен сенің әлгі менеджер, Хвангпен қандай болсаң да, қарым-қатынасың болмайтынын білемін. Сенің маған адал екеніме кәміл сенемін дейді. Чонгук бірнеше күн бойы көпшіліктің сөзін естуге мәжбүр болады, бірақ оған қарсы науқан басталғанда қиындай бастағанда. Мұнда біз оның осы уақытқа дейін құтқарған немесе көмектескен барлық адамдар енді әлеуметтік желіде қарсы науқан жүргізіп, оның шынайы бейнесін әлемге көрсеткенін білеміз. Бұл адамдар әрдайым тыныш өмір сүретін, әлеуметтік желіде белсенді болмайтын. Бірақ олар болып жатқан әділетсіздікті көргенде үнсіз қалуды дұрыс деп санамады. Олармен бірге сол бэнкте болды. Ол да қаладан кетіп бара жатқан еді, бірақ кетер алдында ол да Чонгуктың жақтаушысы ретінде жазба жариялап, ол мені де құтқарған. Ол өте жақсы адам деп айтты.
Тіпті осы уақытта мүгедек болып қалған өрт сөндіруші де әлеуметтік желіге шығып, мен осы баланың арқасында аман қалдым дейді. Ол өзі де өрт сөндіруші болып кеткен. Маған не болса да, бәрі менің борышым үшін болды. Бірақ бүгін мен тірімін. Осы жерде ол да оны қатты мақтайды. Содан кейін Чонгукта өрт сөндірушімен кездесуге бар. Ол оның алдында иіріп кешірім сұрайды. Бірақ ол оған: "Сен де өрт сөндіруші болдың. Сол күні мен өзімді сен үшін қауіпке итерген жоқпын. Бір күні менің айтқанымды түсінесің, біздің құштарлығымыз сондай, соңғы адамды іштен құтқармайынша тыныш отыра алмаймыз" дейді. Онымен кездескеннен кейін Чонгук жүрегіндегі ауыртпалықтың жеңілдегенін сезді, бірақ бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Осы кезде Чонгуктың телефонына хабарлама келеді, және ол Сионың көптеген адамдардың жеке деректерін өзінің робот тоңазытқышынан шығарып жатқан кезде біреу оны жасырын түрде видеоға түсіргенін біледі. Дәл сол жерде ол мырза, ол мен оның досы Жаминнің деректерін алған еді. Енді ол бұл өрт сөндірушіні де осы жерге ола келген шығар деп ойлай бастайды. Мен оған да тыйым салған едім. Ол оны тоқтатып, мен саған тыйым салған кезде неге бұлай істедің дейді. Бірақ ол оған өзіне сенуін қатты өтінеді. Ол оны өзінің робот тоңазытқышына да апарып, мен оны жобалаған жоқпын. Ол бастапқыда осындай болған дейді. Бірақ бұл жолы тоңазытқыш қалыпты жұмыс істеп тұрды, ешкімге ешқандай ақпарат бермеді. Оның бәрін көрген соң Чонгук үнсіз кетіп қалады. Ал Сио оны кім видеоға түсіргенін уайымдап отыр. Офисте оның жауына айналған біреу бар еді. Енді ол кеңсеге барып, жасырын камера қоя алатын кім бар екенін әл қырынан тексеруге тырысады. Ол бәрінің компьютерлерінде тексермек болады, бірақ менеджер Хванның компьютері тұрған жерге жеткенде барлау бөлімінен біреу келіп, оны бірден тергеуге алып кетеді. Енді бұл жаңалық бүкіл жерге тарап кетті. Сио бірдеңе білдірген екен. Адамдар Сио заңсыз бірдеңе істеген шығар деп айтады. Сол себепті барлау бөлімі оны ұстап алып кетті. Бұл жаңалық Чонгукке де жегеді, және байғұс жігіт оған қатты алаңдап, оның үйінің алдында тұрып, оны күтеді. Ал екінші жағынан, тергеу бөлмесінде Хайонның күйеуі тергеуге келеді, оған тоңазытқышта жес чипі болғанын. Ол біздің барлау жасаған робот екенін айтады. Ол былай дейді: "Сен барлау жасаған осы робот арқылы адамдардың жеке мәліметтерін жинадың. Осы үшін сені 2 жылға бас бостандығынан айыруы мүмкін." Мұнда ол оны жазалау үшін ұстамайды, керісінше сұрай бастайды: "Неге Хайон маған беріп жатыр? Ол менен ажырасқысы келеді, ал мен оны қатты жақсы көремін." Сонда ол оған былай деп түсіндіреді: "Сенің уайымдап жүргеніңді түсінемін, сондықтан мені осында ұстадың." Ол былай дейді: "Саған бір кеңес айтайын. Мәселе онда емес. Мәселе сенде. Жүрегіңді ашып, оған ешқашан ештеме жасырмайтыныңды айт." Енді әлгі бейшара қыз қайтып келгенде, ол мүлде жақсы еді, бірақ Чонгук оған қатты алаңдады. Ол бірден жіберіп барып, оны құшақтайды. Мұнда бас директор қатты қорқып, оған былай дейді: "Мен бір қателік жасадым. Егер мені жазаласа, соның кесірінен сенің жұмысыма немесе беделіме зиян келуі мүмкін. Мен қылмыскермін. Егер ертең ұсталып қалсам, саған көп жүруге туа келеді. Сондықтан менімен қарым-қатынасыңды үзгенің дұрыс болады." Осының бәрін айтып болған соң, ол үйіне келгенде, бұл істі оның кеңседегі әріптесі мырза Джо жасағанын біледі. Ол оның видеоларын жасырын түрде түсіріп жүрген. Бұл кеңседе де белгілі болды, өйткені үстелінен піт салғыш пішіндегі тымшы камера табылды. Онда Сионы байлап тастаған адам психопат болып шықты. Шын мәнінде ол Сионы ұнатып, оның өзіне көңіл бөлгенін қалаған, бірақ ол оған ешқашан назар аудармаған. Сонымен қатар ол жас чипіне де көз тіккен. Ол оған: "Чип жоғалып кетті. Сен оны үйінде сақтаған шығарсың" дейді. Бірақ ол: "Мен ол туралы ештеңе білмеймін" дейді. Енді оғының өзін сүймейтінін сезе бастағанда қатты ашуланып кетеді. Ол осының бәрінен есінен танып, оны осы үймен бірге өртеп жіберемін деп шешеді. Ол мұны істеп жатқанда, Сио оған жасырын түрде сағат әкеледі. Шын мәнінде бұл сағатты ол өзімен Чонгук үшін жасаған еді. Бұл сағат оған дабыл арқылы хабар келе алатын. Ол үйді өртеп кетіп бара жатқанда, артына бұрылып қараса, менеджер Хван да сол жерге жеткенін көреді. Ол келген бойда оны ұрып соғады, бірақ өрттен қалай шығады? Бұл жағдайды әлгі адамдар бақылап тұрған кезде, біздің қаһарманымыз сол жерге жетеді. Чонгук Сионы құтқарып, оны сыртқа алып шығады. Сыртқа шыққан соң, олар Джоның ол жерде болмағанын, әрі ол әлі шықпағанын, себебі шығатын жолдың жабық екенін біледі. Сондықтан өмірін қатерге тігіп, біздің қаһарманымыз қылмыскерді құтқару үшін ішке кіреді. Сио оны тоқтатуға тырысты, бірақ соған қарамастан ол ішке кіріп, Джоны құтқарып, сыртқа алып шықты.
Сосын ол бүгін мені құтқару үшін өмірін қатерге тіккен өрт сөндірушінің неге олай істегенін түсіндім дейді. Одан кейін біз Хионның күйеуімен болған мәселелерінің артында мырза оның тұрмағанын білеміз. Шын мәнінде мырза оның әйелі қайтыс болған, және ол ешкім менің басымдан өткен жолды басынан кешірмесін деп қалды. Сол себепті ол Хионды күйеуімен татуластыруға тырысты. Сондықтан да ол онымен жиі кездесіп күйеуін де көндірген. Содан кейін ақыры олар оның кеңесін тыңдады. Одан кейін айта кетейік, олардың некесі тіркелген болатын. Бірақ бүгін олар шағын үйлену тойын өткізді. Онда біреуі қалыңдықтың көйлегін киіп, күйеуімен бірге көрінді. Міне, ол гүл шоғын мақтаған сәтте, бұл гүл шоғы Жонгуктың қолына түсті. Бұл енді келесі үйлену тойы Жонгукпен соға тиесілі дегенді білдіреді. Содан кейін ол гүл шоғын соға береді. Енді ол виға жылдамалға жылжиды. Екеуі де жұпқа айналды, бірақ сол жұмысынан кетті, өйткені ол жерде қалғысы келмеді. Ол келесі жұмысын іздеп жүргенде оған электронды хат келеді, және ол барлау қызметкерлері оны жеңуге шешім қабылдағанын біледі, себебі ол Джестің құпиясын өз ішінде сақтап келген. Оны жазалаудың орнына олар оны өз командасына қосты, және осы сәтпен біздің драмамыз бақытты аяқталды. Сонымен достар, бұл драманы қалай бағалар едіңіздер? Пікірлерде өз ойларыңызды қалдырыңыздар, және осындай драмалар үшін арнамызға лайк басып, бөлісіп жазылыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.